Саламатсыңдар ма балалар? Бүгінгі сауат ашу негіздері сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Ү дыбысы мен әріпі. Сабағымызды бастамас бұрын мына ширату өлең жолдарын бірге айтайық. Дос болайық бәріміз, жарасып тұр әніміз, тыныштықты сақтаймыз, атсын күліп таңымыз. Жарайсыңдар балалар, көтеріңкі көңіл күймен бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Олай болса балалар, кітабымызды ашамыз. Бірінші тапсырмаға назар аударайық. Суреттерден Ү дыбысы естілетін сөздерді ата. Сөздерге дыбыстық талдау жасаңдар. Балалар, түйе жүрген жер қалай аталады? Өгіз ненің үстінен өтті? Осы сөздерге дыбыстық талдау жасаңдар. Мына сөздердің қайсысы өзен, қайсысы көл? Тауып көріңдер. Ал енді Ү әріпімен таныс болайық. Ү дыбысы жіңішке дауысты дыбысқа жатады. Ү дыбысын әндетіп айтуға болады. Ү дыбысы сөздің басында, сөздің ортасында кездеседі. Ү дыбысы буын құрай алады. Мысалға, өмір, өзен. Келесі бейнероликке назар аударыңыздар. Ү әріпі. Ү әріпі. Өрмекші. Өрмекші. Өзен. Өзен. Өткел. Өткел. Өгіз. Өгіз. Өсімдік. Өсімдік. Өрнек. Өрнек. Өркеш. Өркеш. Өрік. Өрік. Ал енді балалар, кітабымыздағы екінші тапсырмаға қарайық. Сөздерге дыбыстық талдау жаса. Ү дыбысының орнын көрсет. Мына сөздерге дыбыстық талдау жасап көрейік. Бөрік, өшіргіш, көйлек, көз. Ү әріпімен таныс бол. О кәдімгі дөңгелек, ал Ү одан сәл бөлек. Мұны да сал ерінбе, белбеуі бар белінде. Балалар, Ү әріпін жіппен түрлі түсті қағаздан құрастырып көріңдер. Ал енді Ү әріпінің жазылу үлгісін тамашалайық. Балалар, енді қолымызға қалам алып, кітабымыздағы Ү әріпінің баспа түрін бастырып жазайық. Жарайсыңдар балалар. Бүгінгі сабаққа белсене қатыстыңдар. Ал енді келесі кездескенше сау болыңыздар балалар.